Баршаңызға сәлем, сізбен бірге Айнұр. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жылдам дайындалатын панкектердің рецептімен бөлісемін. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де көріп қана қоймай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент жазып кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Ал енді бастайық. Бізге қажетті ингредиенттер: 1 жұмыртқа, шым-шым тұз, жарты ас қасық сода, 2 ас қасық қант, 8 грамм ванильді қант, 200 мл айран, 2 ас қасық сұйық май, 180 грамм ұн қажет, және де начинкаға шоколад. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған айранға жарты ас қасық соданы қосып, жақсылап тұрып араластырамыз да бір шетке қойып қоямыз. 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Содан кейін шым-шым тұз, 2 ас қасық қант, 8 грамм ванильді қант. Осының бәрін біріктіріп, жақсылап тұрып ерігенше араластырамыз. Енді 250 мл айранды құямыз. Көпіршігенше араластырамыз. Содан кейін 2 ас қасық сұйық майды саламыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін 180 грамм ұнды 2-ге бөліп илеуіштен өткізіп саламыз. Ұнды илеуіштен өткізген кезде ұнның арасына ауа кіреді, панкектеріміз үлпілдек болып шығады. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астында қалдырамын. Араластырған кезде іртік болмау керек. Біркелкі қоймалжың қоспа дайын болады. Начинканы дайындап аламыз. Мен осындай Қазақстан шоколадын алдым. Басқа да шоколадтарды таңдап алсаңыз болады, өзіңіз қалауынша. Milk, Alpen Gold, басқа да шоколадтардың түрлері көп қой. Немесе шоколадты пастаны қолдансаңыз болады. Немесе начинка салмасаңыз болады. Біздің үйде балаларға шоколадпен ұнайды, сондықтан мен шоколадпен жасадым. Өстіп біркелкі қылып бөліп аламыз. Панкектерді антипригарный сковородкада жасаған дұрыс, өйткені панкектер майсыз пісіріледі. Орташа отта пісіреміз. Ал егер де антипригарный сковородкаңыз болмаса, оны қалай үй жағдайында жасауға болатыны жайлы каналымда көрсеңіз болады. Панкектерді өстіп 1-2 ас қасықты өстіп салып аламыз, немесе 3 ас қасықты салсаңыз болады. Жеке-жеке немесе 2-3-ден пісіріп алсаңыз болады. Өстіп салып алғаннан кейін сәл тегістейсізде ортасына шоколадтарды қойып шығасыз. Одан кейін жарты ас қасық қоспаны алып, бетін жабамыз шоколадтың. Жақсылап жауып болғаннан кейін кектердің беттерінде көпіршіктер пайда бола бастаған кезде аударамыз. 1-2 минутта піседі. Мінекей панкектеріміз дайын. Панкектердің ортасын кескен кезде осындай дәмді және әдемі болып шығады. Егер сізге ұнаса, лайк басып, коммент жазып, мен каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Айнұрмен бірге болып, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Көріскенше аман сау болыңыздар.